Жаңаөзен қаласында 9 мыңға жуық кәсіпкер бар. Олардың 70%-ы әйел адамдар. Жыл басынан бері мемлекеттік қолдау аясында жас прожект, бизнес бастау жобалары және 5 миллион теңге көлемінде қайтарымсыз гранттар 268 кәсіпкерге берілді. Қазіргі таңда олардың барлығы істерін дөңгелетіп, кәсіп ашып, өздерін жұмыспен қамтып отыр. Атамекен микроқаржы ұйымынан 8 жас кәсіпкерге 40 миллион 508 мың теңге сомасында жеңілдетілген несие берілген. Қаламыздағы кәсіпкерлер палатасының елге тигізер пайдасы көп. Олар шағын, орта және ірі бизнес мүдделерінің құқықтарын қорғайды. Палата өз қызметінде ішкі және сыртқы сауда салаларын қамтиды. Биыл 2148 адамға тегін кеңес беріп, бірнеше жобалар жүзеге асты. Көптеген жастарға дем беретіндей бағыттарға гранттар ұйымдастырылды. Ол атап өтетін болсақ, Түпқараған жастары қоғамдық бірлестігі арқылы Еңбек министрлігінің Жас Project жобасы. Ол жерде де Жаңаөзен қаласы қамтылды және өзіміздің мемлекеттік гранттардан кәсіпкерлік басқарма ұйымдастыратын 5 миллионға дейінгі гранттар және де жұмыспен қамту орталығы тарапынан ұйымдастырылатын 1.225.400, яғни 400 айлық есептік көрсеткішке тең гранттар ұйымдастырылды. 5 миллиондық гранттар осы жылы көп қамтылмағандықтан суммасы 23 миллион ғана облыс деңгейінде. Бізден Жаңаөзеннен тек бір ғана кәсіпкер өтті. 1.225.000 гранттары бойынша Жаңаөзен қаласында 204 адамға грант берілді. Оның басым көпшілігі кіші үйдегі өндірістерге және ерекшелеп айтатын болсақ, мына капельник дейміз, тиын сақтауға арналған арнайы қобдиша гипс арқылы жасақтауға мысалға өнімге берілді. Сондай-ақ Жаңаөзенде кәсіпкерлерді қолдау мақсатында көрме ұйымдастырылған болатын. Ол жерде халыққа өтімді өнімдер сатылымға шықты. Олардың арасында қолөнершілердің туындысы, балалар мен нәзік жандыларға арналған киімдер, ерекше бұйымдар бар. Кейінгі жылдар жас кәсіпкерлердің қатары көбейіп келеді. Ел экономикасының еселене түсуіне жас буынның да тигізіп жүрген үлесі салмақты. Солардың бірі жас кәсіпкер Ақмоншақ Ораз. Ол жас прожект және бизнес бастау жобаларының грант иегері. Қазіргі таңда балалар киімін тігетін цехы бар. Аталған кәсіппен 2 жылға жуық уақыт айналысып келеді. Осы жолы көрмеге атсалысып, өнімдерін сатылымға шығарған. Қала күніне орай Жаңаөзен қаласында Маиш мәдениет сарайында кәсіпкерлер арасында көрме ұйымдастырылып жатыр. Осыған бүгін келіп қалдық. Біз бизнес бастаудан және жас прожект жобасы бойынша гранттар жеңіп алып, біздер қаладан цех аштық. Біздің цехта Жаңаөзен балалар киімдерін өндіреміз. Осындай көрмелер көптеп ұйымдастырылып тұрғанына қолдаймыз және осылар ұйымдастырушыларға алғысымыз шексіз. Қаламыздағы кәсіпкерлердің бірі Қожамұрат Баубеков. Ол тас төсеніш жұмыстарын кәсіпке айналдырған. Ашылғанына 1 айдың көлемі болыпты. Кейіпкеріміз осы бағытта шет елдерде білім алып, бірнеше түрімен танысыпты. Айтуынша, оны шығаратын технологиялар да ерекше. Біздің кәсібіміз Өзбекстанда біздің технология ол Ресей Федерациясынан дамыған ультрабетон деген патенттік технология. Біз мұнда авторлық құқығымыз бар Маңғыстауға. Ол жалпы біздің бетон өнім басқа бетон өнімдер технологияны салыстырып көргенде ішінде су аз құрамында, сол себептен ол мықты болады. Ішінде ауасы да жоқ. Сосын біз мысалы көреміз, бетіне тұз шықпайды. Тағы да мықтылығы жақсы, сапасы жақсы болады. Сосын бағасы тиімді болады. Сосын бәрі, мысалы біз пайдаланып отырған өнім, шик материалды бәрі осы жерден шығып жатыр. Мамандардың сөзінше, қаламызда осы бизнесті қолға алып отырған осымен 3-ші кәсіпкер. Олар тас төсеніш жұмыстарымен айналысатын кәсіп иелері аз болғандықтан бұл көрсеткіш аз дейді. Себебі көбісі технологияны дұрыс білмеуінен осы саланы алып кете алмайды екен. Қожамұрат Баубеков кәсібін өз қаражаты есебінен ашқан. Мемлекеттік салық және құжаттарды реттеу бойынша Атамекен кәсіпкерлік палатасы Жаңаөзен қалалық филиалына жүгініпті. Көбісі технологияны білмейді, қалай дайындалу, қандай процесті қалай жүру керек екенін білмейді. Ағамыз өзі Россиядан оқып келген, оқып келіп 2000-3000 доллар өзі оқып сол жерден сертификаттар алып келген. Және сол технология бойынша қазір жұмыс жасап жатыр. Документтерін біз Атамекен кәсіпкерлер палатасына жүгініп отыр көмегіне, документ жағына және бухгалтерский налог жағына бізге келіп отыр.
Сонымен қатар қоғамдық бірлестік қолдауымен экожем жобасы жүзеге асты. Олар оннан жасалатын өнімдер қалдықтарына арнайы жәшіктер қойған. Биыл көктем, Самал, Өркен шағын аудандарында орналастырылды. Сонымен қатар жәрмеңкелер мен көрмелер ұйымдастырылды. Бұл шараға қаламыздағы 100-ге жуық кәсіпкер атсалысқан болатын. Қоғамдық бірлестіктер, бізде атап өтетін болсақ, Муарап, Самғау сияқты қоғамдық бірлестіктер бар. Сол қоғамдық бірлестіктер арқылы арнайы мына жәшіктерде, қоқыс жәшіктерінің жанынан қатқан нандарға арнайы жәшік ұйымдастырылды. Өркен және Көктем шағын аудандарында жаңа жәшік орналастырылып, ұнтақтау әдісі арқылы малға жем беру, яғни қоқысты жаңадан өңдеу механизмін жасауға атсалыстық. Ұйымдастырушылар кәсіппен айналысамын деген кез келген жанға есігіміз әрдайым ашық дейді. Ісін дөңгелетіп халыққа қызмет ететін азаматтарға көмек қолын созуға дайын екендерін жеткізді. Айта кету керек, жыл басынан бері 200-ге жуық кәсіпкер мемлекеттің қолдауына ие болып, 1 миллион 200 мың теңгеден қайтарымсыз грант алды. Олардың қатарында отбасылық кәсіпті дөңгелетіп отырған жаңаөзендіктердің де саны жыл сайын көбейіп келеді. Қазір кәсібімнің жаман емес, ешкілерім лақтап, жұмыссыздық етіп, жұмысымды жалғастырып жатырмын. Гранттың қазір көргенде мен тек сүтін сату емес, малды өсіру болашақта көбейтіп санын. Биыл президент халыққа жолдауында шағын және орта бизнес өкілдеріне тоқталған болатын. Еңбекақы төлеу қорын көбейткен және салық төлемдерін арттырған кәсіпорындарға қолдау көрсететін және мемлекеттен көмек алатын бизнес өкілдерін анықтайтын автоматты жүйе енгізілетінін атап өтті. Мамандар осы бағытта бірқатар іс-шараларды қолға алу көзделіп отыр дейді. Соның ішінде өндіріс саласы бойынша алдағы уақытта мемлекеттен гранттар бөлінбек. Сұраным бойынша 200 миллионға дейінгі сома қарастырылуда дейді.